سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح. Олар Алла Тағалаға мекен береді. Бірінші, Алла Тағаланы аспанда деп айтады, аршының үстінде деп айтады. Алла Тағала аршының үстіне орналасқан деп айтады. Мекен береді. Екінші, құрметті ағайын, сіздерге көптеп бұл жерде айтылды осы мінберден, муташабих аяттардың түсіну жолдары. Муташабих. Құран кәрім және сүннетте білесіздер, хадистер екі түрге бөлінеді. Ұқсас ұғымды, яғни бірінші мағынасы нақтылы аяттар, ол мұхкам деп айтамыз. Бір оқығанда не нәрсе жазылып тұрса, сол нәрсені түсінуді айтамыз. Екінші, муташабих аят хадистер дейміз, астарлы мағынасы бар, немесе ұқсас ұғымы бар аяттарды айтамыз. Мысалға айтайтын болсақ, кейбір аяттар бар. Аузубиллахи минашшайтанирражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва жаа раббука дейді. Раббың келді дейді. Бұл аятты біз қалай түсінуіміз керек? Алла Тағала келеді, жүреді деп айтсақ қателесеміз. Немесе қол деген мағынаны білдіретін сөздер қолданылады Құранда, немесе хадисте. Көз деген мағынаны білдіретін, дене мүше мағыналарын білдіретін сөздер кездеседі. Бұны біз Алла Тағалаға жарастыра аламыз ба? Жарастыра алмаймыз. Бұны біз Алла Тағалаға бере аламыз ба? Бере алмаймыз. Оны дұрыс түсіну керек. Оны сипат деп алуымыз керек. Міне осы муташабих аяттардың сәләфилер тікелей тілдік мағынасын береді. Яғни Алла Тағаланың екі қолы бар деп айтады. Алла Тағаланың екі көзі бар деп айтады. Алла Тағала жүреді, Алла Тағала жүгіреді, аспаннан, аршыдан аспан әлеміне түседі. Тахаджудке байланысты хадис жақсы білесіздер. Жоғарыдан төменге қарай Алла Тағала кәдімгі қимылдайды деген Алла Тағалаға берілмейтін мағыналары бар сөздерді жарастырады. Бұл ақида бойынша өрескел қателік. Үшіншісі таухидты үшке бөлу мәселесі, құрметті ағайын. Осыған кеңірек тоқталып кеткім келіп отыр сіздермен. Таухид дейтініміз не? Таухид дейтініміз Алланы бір деп тану. Таухид. Алланы бір деп білу. Алла бір деп иман келтіру. Оның сөзі, калимасы, оны қалай білдіреміз? Ла иляха иллаллах Мухаммаду Расулуллах. Осының ішінде ла иляха иллаллах. Таухид калимасы Алланың бірлігі білдіріп, оны жүрекпен біз иман келтіріп, сөзбен не арқылы білдіреміз? Ла иляха иллаллах Мухаммаду Расулуллах арқылы. Міне, сәләфилер осы таухид деген ұғымды үшке бөледі, құрметті ағайын. Таухид деген ұғымды үшке бөледі. Олардың айтуынша, бірінші, таухид рубубия деген нәрсе бар дейді. Таухид рубубия дейді. Екінші, таухид улухия дейді. Үшінші, таухид асма ва сифат. Енді жеке-жеке осы нәрсеге тоқталып өтейік. Таухид рубубия қандай сөзден шығып тұр, құрметті ағайын? Раб деген сөзден шығып тұр. Раббым Алла деп айтамыз. Мысалға, Раб. Ол сөздің мағынасы ие, тәрбиелеуші, рызық несібе беруші деп келеді. Сәләфилердің айтуы бойынша таухид рубубия дейтініміз Алла Тағаланы тек қана жаратушы, рызық несібе беруші деп қана иман келтіру екен. Алла Тағаланы тек қана жаратушы және рызық несібе беруші дейді. Екінші, таухид улухия,
құлшылыққа лайықты тек қана Алла деп тану екен, олардың айтуы бойынша. Үшіншісі таухид асма ва сифат. Жаңа біз негізгі айырмашылықтардың екіншісіне тоқталып өттік қой. Муташабих аяттардың тікелей тілдік мағынасын беруді айтады. Мысалға олар айтады, Құран кәрімде Алланың яд деп келген тілдік мағынасы қолды білдіретін сөз келді ма? Алланың қолы бар деп айтамыз дейді. Бірақ біздің қолға ұқсамайды. Алла тағаланың көзі бар, бірақ біздің көздерге ұқсамайды деп ұқсас ұғымды аят хадистердің тікелей тілдік мағынасын беруді алға тартады. Енді, құрметті ағайын, таухидты үшке бөлу Құран кәрімде жоқ. Дәлел жоқ. Алла тағала Құран кәрімде ешқандай бір аятында таухидты үшке бөлу турасында келтірмеген. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сүннетінде жоқ. Расулулла алейхи салату уассалам айтпаған. Таухид үш нәрседен тұрады деп айтпады. Сахабалар мүлдем айтпаған. Табииндар айтпаған. Төрт имам және шәкірттері айтпаған бұндай сөз. Қашан пайда болды, құрметті ағайын? Бұл хижри 8 ғасырда Ибн Таймия деген кісінің бастамасымен. Ибн Таймия сәләфус салих дәуіріне жатпайтын, кірмейтін кісі. Ол сәләфус салих дәуірі өткеннен кейін 200 жылдан кейін өмірге дүниеге келген кісі. Міне осы Ибн Таймия, оның алдында Ибн Батта деген кісі осы Хамбали мазхабын ұстанып, бірақ муджассим болады. Муджассим деген ол Алла тағалаға дене мүше беретін адамдар, сол ақиданы ұстанушылар. Ол муджассим Ибн Батта деген кісі осы таухидты үшке бөлуді насихаттап, осы нәрсені ойлап табады. Ибн Таймия кейіннен осыған еңбектер жазып, кітаптар жазып, ары қарай бұл нәрсені кеңінен насихаттай бастайды. Яғни бұл кейіннен шыққан, былайша айтқан кезде әл-бид'атул мазмума дейді. Жағымсыз бидғат деп айтылады бұл кітаптарда. Сондықтан таухидты үшке бөлу әхлі сүннет уәл жамағат мазхабында жоқ нәрсе. Енді бұлар осы таухидты үшке бөлуді Құран кәрімдегі кейбір аяттармен дәлелдеуге тырысады. Осы дәлелдеріне тоқталып өтейік. Біз жаңа айттық, бұл сәләфус салихта жоқ. Расулуллахта жоқ бұл нәрсе. Айтпаған. Әхлі сүннетте айтпаған. Тек қана Ибн Таймияның көз қарастарын ұстанатын бүгінгі сәләфилерден басқа ешкім бұл нәрсені айтпайды. Енді Ибн Таймияның келтіретін дәлелі не? Олар айтты ғой жаңа. Сонда таухид рубубия раб деген сөзден шығып тұр, таухид улухия илах деген сөзден шығып тұр. Дұрыс па? Сонда раб және илах деген сөзді бұлар екі бөлек қарастырып жатыр. Раб деген сөз Алла тағаланы тек қана жаратушы, ризық несібе беруші деп қана иман келтіру екен. Олар айтады, Алла тағаланы жаратушы деп мүшрик те, кәпір де, сол кездегі пайғамбарымыздың кезіндегі саллаллаху алейхи вассалам, христиан да, яхуди де, мұсылман да таныған. Мұсылмандар Алла тағалаға құлшылық етуді білген, ал мүшрик пен кәпірлер, яхуди христиандар Алла тағаланы жаратушы ие деп танығанымен құлшылық етуден қателескен дейді. Түсініңіздер ме? Яғни олар да сәләфилердің айтуы бойынша Алла тағаланы жаратушы деп таныған екен. Дәлел ретінде Зумар сүресіндегі 3-ші аятты келтіреді, немесе 38-ші аятты келтіреді. Құран кәрімде Алла тағала айтады: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим.
وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Егер сен олардан аспандар мен жерді кім жаратты деп сұрасаң, ла яқулунна Аллах, олар әлбетте Аллах деп айтады дейді. Құран кәрімде осындай аят бар, құрметті ағайын. Құран кәрімде Алла тағала осы аятты келтіреді. Ма нa'будухум илля лиюқаррибуна илаллахи зульфа. Біз оларға тек қана Алла тағалаға жақындауымыз үшін құлшылық етіп жатырмыз дейді. Бұл Құран кәрімде, яғни Расулулла саллаллаху алейхи уассалам келіп мүшриктермен кәпірлерге дағуат жасайды. Ей Құрайш халқы, ей Мекке халқы, иманға келіңдер, ла илаха иллалла деп айтыңдар демей ме пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам? Дағуат қылады ғой. Сол кезде мүшриктер мен кәпірлер не дейді? Яғни пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам тасқа құлшылық жасауға болмайды, пұтқа құлшылық жасауға болмайды, бір ғана теңдесі жоқ, ұқсасы жоқ Алла тағалаға құлшылық жасауларыңыз керек деген кезде мүшриктер айтады: ма нa'будухум илля лиюқаррибуна илаллахи зульфа. Біз оларға, яғни тастарға, пұттарға Алла тағалаға жақындатулары үшін құлшылық етіп жатырмыз деп пайғамбарымызға сылтау айтады. Бұл мүшриктердің ауыздарынан шыққан сөз. Енді сәләфилер айтады: Расулулла алейхиссалату вассалам келіп мүшриктерге дағуат қылды. Ей мүшриктер, енді бүйтіп айтпайды, яғни ей Мекке халқы, иманға келіңдер, Алла тағалаға иман келтіріңдер, аспанды, жерді жаратқан кім, осыған неге ойланбайсыңдар деген кезде Құран кәрімге қарайтын болсақ, мүшриктер әлбетте жаратушы Алла деп айтты деп тұр. Түсініңіздер ме? Сонда бізге сұрақ туындайды: шынымен мүшриктер мен кәпірлер Алла тағаланы таныды ма? Шынымен мүшриктер мен кәпірлер, яһудилер Алла тағаланы жаратушы, иеміз, ризық несібе беруші деп таныды ма? Міне сәләфилер осы аятты негізге алып, олар Алла тағаланы жаратушы деп таныған, олар тек қана құлшылық, ғибадаттан ғана қателесті. Сондықтан таухид улухияны олар білмеді. Таухид улухияға иман келтіріп қабылдаған адам толық мұсылман болады деп айтады сәләфилердің ақидасы. Түсініңіздер ме? Яғни одан да бір жеңіл сөзбен айтып көрейін. Раббым Алла деген адам әлі толық мұсылман емес деген сөз ғой. Олардың ақидасына қарайтын болсақ. Раббым Алла деп олардың айтуынша мүшрикте, кәпірде, христианда, яһудиде айтады. Ал енді құрметті ағайын, біз ойланып көрейікші, расында да бұл сәләфилердің айтуы бойынша мүшриктер және кәпірлер, яһуди, христиандар Алла тағаланы жаратушы деп таныды ма? Танымады дейтін болсақ, егер сен олардан аспандар мен жерді жаратқан кім деп сұрасаң, әлбетте Алла деп айтады деген аятты қайға жібереміз? Өйткені Құран кәрімде ол келіп тұр. Міне осы сұрақпен сәләфилер адамдарды адастырады. Бұл жерде олар қате тәпсір береді, құрметті ағайын. Дұрыс, яһудилер айтады. Христиандар, кәпірлер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келіп, ей, иман келтіріңдер, Алладан басқа құдай жоқ, құлшылықты тек қана бір Аллаға жасаймыз деген кезде олар Алла деп айтқан. Бірақ бізде дәлел бар. Олар
шынайы имандылықпен айтпады бұл сөзді. Өйткені сол «Ма нa'будухум илля лиюқаррибуна илаллахи зульфа». Біз оларға тек қана Алла Тағалаға жақындауымыз үшін құлшылық етеміз деген аяттың соңында «Инналлаха ла яхди ман хуа казибун каффар». Алла Тағала өтірікшіні және көпірлікте астамшылдыққа кеткен адамдарды тура жолға, хидаятқа салмайды дейді. Яғни олар пайғамбарымыз дағуатпен келген кезде пайғамбарымыздан құтылу үшін Алла деп айтқан. Яғни жүрекпен емес, сөзбен. Оны бізге дәлел болатын не? Сол сәләфилердің өздерінің келтіріп жатқан аятының соңында Алла Тағала олар өтірік айтушылар, олар кәпірлер, Алла Тағала иман келтірмегендер. Алла Тағала ондай адамдарды тура жолға салмайды деп тұр. Тәубе сүресі 8-ші аятты оқып көрейік, құрметті ағайын. Ярдаунакум би афуахихим ва та'ба қулубухум. Олар сендерден сөзбен, ауызбен, тілмен разы болады. Я Мұхаммед пайғамбар, я Аллаху субханаху ва та'ала жаратушы иеміз, мұсылмандарға бауыр болуымыз керек деп тілмен, сөзбен, ауызбен ғана шектеледі. Ва та'ба қулубухум. Бірақ жүректері сендерді теуіп тұрады, қайтарып тұрады дейді. Бұл кімнің сипаты? Мүшриктер мен кәпірлердің сипаты. Демек, олар жаратушы иеміз әлбетте Алла деген кезде өтірік айтып тұр. Олар жаратушы иеміз, ризық несібе беруші Алла деп пайғамбарымыздан құтылу үшін айтып тұрған нәрсе. Хақиқи шынайы емес. Неге? Құрметті ағайын, бәріміз Құран оқимыз, альхамдулилла. Құран кәрімде бізде қаншама аяттар бар мүшриктер мен кәпірге түскен. Құран кәрімде Алла Тағала айтады: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Афала янзуруна илал ибили кейфа хулиқат ва илас самаи кейфа руфиат ва илал джибали кейфа нусибат ва илас самаи кейфа руфиат». Олар түйеге қарамайды ма? Қалай жаратылды? Олар жерге қарамайды ма? Жер қалай төселді? Олар тауларға қарамайды ма? Тауларды не нәрсе ұстап тұр? Олар аспанға қарамай ма? Аспанды көтеріп тұрған не? Бұл аят кімге түскен, құрметті ағайын? Бұл аят Алла Тағалаға иман келтірмеген мүшриктер мен кәпірлерге ақыл ойларын ашсын, ойлансын. Мына нәрсені жаратқан кім? Жерді жаратқан кім? Деген сөз. Егер біз оларды Алла Тағаланы мүшриктер мен кәпірлер таныды деп айтатын болсақ, жаратушы деп білді, тек қана құлшылықтан ғана қателесті дейтін болсақ, онда жаңа оқыған аяттардың ешқандай мақсаты болмайды. Ешқандай не нәрсе үшін, кімге түскені үшін бірде-бір мағынасы болмайды. Ясин сүресін жақсы білесіздер. Құран кәрімде Ясинде Алла Тағала Ясин сүресінде Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Қала ман юхйил изама ва хия рамим. Үгітілген сүйекті кім жаратады деп сұрайды дейді мүшрик. Немесе пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам бір мүшрик келіп қолына алып кеуіп кеткен сүйектерді, үгітілген сүйекті алып көтеріп: «Ей Мұхаммед, сенің Раббың осыны жарата ма қайтадан?» деп айтпайды ма? Хадисте келмейді ме? Келеді. Біз осы аят пен хадистерден кейін қалай айта аламыз? Мүшриктер мен кәпірлер Алла Тағаланы таныды деп. Егер олар Алла Тағаланы танитын болса еді, онда сіз бен біз ұсақ
мұсылман болу керек еді. Міне сондықтан ла иляха иллаллах деп әхлі сүннет уәл жамағат Алладан басқа құдай жоқ дейді. Сәләфилер болса құлшылыққа лайықты Алладан басқа ешкім жоқ дейді. Айырмашылықты көрдіңіздер ме? Біз әхлі сүннет уәл жамағат Алладан басқа құдай жоқ деген кезде оның мағынасы нені білдіреді? Түгелдей жаратушы ие Алла Тағала, құлшылыққа лайықты Алла Тағала, ризық несібе беруші Алла Тағала, Алла Тағаланың ешқандай теңдесі жоқ. Толықтай таухид мағынасын білдіретін барлық Аллах Тағаланың есім сипаттарын қамтиды. Ал сәләфилердің айтуынша біз келтіретін болсақ, құлшылыққа лайықты. Демек, барлықтар мұсылман да, кәпір де, яхуди де, христиан да барлығы бірдей. Ол жерден құлшылыққа лайықты таухид улухияны біліп, біз тура жолды тапқан екенбіз олардың айтуынша. Сондықтан Раббым Алла деген адам әлі толық мұсылман емес деген сөз шығады. Бұл таухидты неге үшке бөлді, құрметті ағайын? Мақсаты не? Мақсаты мұсылмандардың барлығын мүшрик кәпірге шығару негізінде. Китабу таухид деген сәләфилердің арасында кең танымал кітап бар. Мұхаммад ибн Абдул-Ваххабтың жазған кітабы 18-19 ғасырда Сауд Арабиясында. Осы кісі осы таухидты үшке бөлуді негізге алып, барлық мұсылмандарды мүшрик деп кәпір деген. Барлық мұсылмандарды мүшрик кәпір деген. Мүшриктерге, кәпірлерге түскен аяттардың барлығын мұсылмандарға қарсы, мұсылмандарға қолданады. Құрметті ағайын, бізде альхамдулилля ақида бойынша исламда ғалымдар, әхлі сүннет уәл жамағат ғалымдар өте көп. Тәпсірлерді қараңыздар. Пайғамбарымыздың хадистеріне түсіндірме жазған мұхаддистерді қараңыздар. Еш қайсысы осындай сөздерді, яғни мүшриктер мен кәпірлерге түскен аяттарды немесе пайғамбарымыздың айтқан хадистерді мұсылмандарға қолданбаған. Міне, өрескел кетіп жатқан қате. Енді біз қалай жауап береміз? Бір сәләфи келіп, таухид үш нәрседен тұрады. Рубубия, улухия, асма ва сифат. Рубубияда оған иман келтірген адам әлі толық мұсылман емес. Улухияны түсіну керек, улухияны қабылдау керек, улухияға иман келтіру керек деген адамға қандай дәлелдеріміз бар? Яғни олардың айтуы бойынша жаңағы Раббым Алла деген адам әлі толық мұсылман емес деген сөз. Сонда Раббым Алла деген адам жарамсыз деген сөз шығады. Өйткені оны мүшриктер де біліп тұр ғой. Енді бізде мынандай дәлелдер өте көп, альхамдулилля, Құран кәрімде. Құран кәрімде Алла Тағала айтады: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Инналлазина қалу раббуналлаху сумма истақаму. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا." Раббымыз Алла деп тура жолға бастағандар, оларға періште түсіп, оларды сүйіншілейді, қуантады. Сендер қорықпаңдар, уайымдамаңдар, жәннатта осындай мәртебеге ие боласыңдар деп Құран кәрімде аяттың соңында қабірде оларға жақсылық болатыны, жәннатта қол жеткізетін мәртебелерін айтып өтеді. Бұл кісілер осындай мәртебеге, осындай дәрежеге, жәннатқа кірулері, періштелер келіп оларды қуандырып сүйіншілейді. Қандай кісілерге Алла Тағала бұл нәрсені уәде беріп тұр? Не деп айтқандарға? Раббымыз Алла дегендер.
İlahımız Allah деп тұрма Құран кәрімде, Раббымыз Алла деп тұрма бұл аятта. Раббымыз Алла деп тұр. Егер біз Раббымыз Алла деген сөз таухид рубубия мен улухияны бөлетін болсақ, онда мына аят жүрмейді. Ал бұл аятта Алла тағала бізге айтып тұр. Раббымыз Алла дегенде. Содан соң біз Араф сүресі 72-ші аятты, 172-ші аятты жақсы білеміз. Аталарымыздан, әкелерімізден естіген керемет сөз бар. Қашаннан бері мұсылмансың? Әл-Мисақтан бері дегіз. Әл-Мисақ дейтін қай кез ол? Не кез? Әуелден адам болып жаратылған кез. Яғни әлі де біз жаратылыс сипатқа ие болмадық. Рухтар әлеміне Алла тағала барлық пенделерден уәдесін алып қойды. Сол кезде Раббымыз Алла не деді? Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Аласту би раббикум деді. Мен сендердің Раббыларың емеспін бе деді. Мен сендердің Раббыларың емеспін бе деген кезде не деп жауап берді адам атаның ұрпақтары? Қалу бәлә, әлбетте деді. Ғұламалар айтады, егер улухия мен рубубия бөлінетін болса, Құран кәрімде Алла тағала неліктен Аласту би раббикумның орнына Аласту би илахикум деп айтпады. Мен сендердің Раббыларың емеспін бе деп сұраудың орнына мен сендердің илахтарың емеспін бе деп сұрау керек. Міне, содан соң құрметті ағайын, біз қабірге иман келтірген адамдармыз. Қабірде жақсылық болады, және қабірде азап болады, Алла сақтасын, қабірде сұрақ болады. Бұған иман келтірдік, бұған жоққа шығарған адам кәпір негізі. Біз бәріміз жақсы білеміз, альхамдулилля бұған сенеміз, иман келтірдік. Накир мен мұнкар пендеден сұрақ сұрайды. Сол кезде Накир мен Мұнкардың сұрағы не болады? Қабірге түскен пендеден Раббың кім деп сұрайды. Раббың кім? Егер пенде Раббым Алла десе, сол сынақтан, сол сұрақтан өте ме? Өтеді, иншалла. Өтеді. Не нәрсені айтумен өтіп тұр? Раббым Алла деген сөз. Бір кісі айтқан, қазір бар бір аты есінен шығып тұр, бір ғалым кісі. Мен Ибн Таймияға дейді, осы таухидты үшке бөлуге бір ғана сұрағым келеді дейді. Бұның қателігін дәлелдеу үшін дейді. Егер Ибн Таймия тірі болса еді, мен мына сұрақты сұрар едім дейді. Раббың қабірдегі сұрақта Раббың кім деген Накир мен Мұнкардың сұрағына Ибн Таймия не деп жауап берер еді? Егер рубубия мен улухия екі бөлек нәрсе болса еді, онда Накир мен Мұнкар Раббың кім емес, илахың кім деп сұрау керек еді. Міне сондықтан Ахлі сүннет уәл жамағат мазхабы бойынша Рабб және илах деген сөз екеуі бір-біріне балама сөздер. Балама сөздер, Аллах тағаланың есімдері синонимдер. Құранның кейбір аяттарында илахтың орнына Рабб қолданылған, Раббтың орнына илах қолданылған. Раббқа иман келтірген адам толық мұсылман, илахқа иман келтірген адам толық мұсылман. Раббқа иман келтірген адам құлшылыққа лайықты, жаратушы ие деп Алланы таниды, илахқа да дәл солай. Жаратушы ие Алла тағала, құлшылыққа лайықты ие. Екеуі бір-бірінен ажырамайтын балама сөздер. Сондықтан Ахлі сүннет уәл жамағат мазхабы бойынша таухид үшке бөлінбейді, құрметті ағайын. Біз осы қабірдегі сұрақты міндетті түрде жаттап алуымыз керек. Раббың кім? Егер Раббым Алла деген сөз әлі жеткіліксіз болса еді, онда періштелер илахың кім деп сұрау керек. Сондықтан біз Құран кәрімде фа'алам аннаху ла илаха иллаллах, біл, Алладан басқа Құдай жоқ деді.
Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам: "Ман қала ла илаха иллаллах, ау ман кана ахиру каламихи ла илаха иллаллах дахалал жанна." Кімде-кім Алла тағаланы соңғы сөзі ла илаха иллаллах болса, жәннатқа кіреді. Құран кәрімде, хадисте кімде-кім таухидты үшке бөліп барып түсінсе жәннатқа кіреді деп айтылмаған. Кімде-кім ла илаха иллаллах деп айтса жәннатқа кіреді деген. Сондықтан мынау усулу саласа деген кітап сіздерге өте жақсы таныс. Үш негіз деген. Үш негіз деген кітапта олар Раббыңды тану, дініңді тану және пайғамбарыңды тану деп келтіреді. Үш негіз деген кітапта. Осы Раббыңды танудағы таухидты үшке бөлетіндері осы жерден бастап қателеседі. Түсініңіздер ме? Алла тағаланы тануда таухидты үшке бөлуге бастайды. Осы усулу саласа кітаптарында. Сондықтан, құрметті ағайын, біз осы негізгі мәселені білуіміз керек. Жалпы бұл нәрсенің әуелі қате екенін біліп алмаса адам, айтқан сөзі дұрыс болып есептелінеді. Өйткені дұрыс болып есептеп жіберуі мүмкін. Дәлелдерді өздері бұрмалап келтірген кезде енді кез келген мұсылман адам Құран ғой шынында да деп айтқан сөздеріне еріп кетуі мүмкін. Сондықтан таухид үшке бөлінбейді, құрметті ағайын. Ол Ибн Таймияның ойлап тапқан жағымсыз бидғаты болып есептелінеді. Міне осы нәрсені біз түсінуіміз керек, құрметті ағайын. Алла тағалаға мекен берілмейді. Бізге бұлай деп айтады қазір, жиі естіп жүрсіздер. Сен басында сендер Абу Ханифаның фиқхында да алмайсыңдар, ақидасында да алмайсыңдар деуші еді. Қазір енді сендер Абу Ханифаның фиқхын алғанымен Абу Ханифаның ақидасын алмағансыңдар. Абу Ханифа ақидада сәләфи болған деп айтады. Мұқият болыңыздар. Сәләфи болған деп айтады. Бұған не дейміз біз, құрметті ағайын? Біз айтамыз, Абу Ханифа ақидада сәләф болған, сәләф, фымен бітеді. Бірақ сәләфи болмаған. Өйткені сәләфилер таухидты үшке бөледі, Аллаға мекен береді, муташабих аяттарды тікелей түсінеді. Ал Абу Ханифа өзінің кітабында анық Алла тағала болды, мекен болған жоқ деп Әл-Фиқхул Акбарда айтады. Анық айтады. Әл-Уасия кітабында анық истиуа сөзін бізге орнықпаған түрде, отырмаған түрде, егер Алла тағала аршының үстінде болса еді, аршыны жаратпас бұрын Алла тағала қайда еді деп сұрақ сұрайды Абу Ханифа. Міне, сондықтан біз сәләф деген атқа сіз бен біз лайықтымыз, құрметті ағайын. Сәләфилер емес. Біз төрт мазхабқа еретін мұсылмандар, сәләф деген ол біз деп айтса жарасады. Өйткені біз фиқта да, ақидада да осы төрт имамның ізімен жүріп келатқан мұсылмандармыз. Міне, Абу Ханифаның олар бұрмаланған сөз өздері бұрмалап, бұлай жай жамағатқа айтып жүр. Тахауи ақидасын білеміз бәріміз. Осы Тахауи ақидасына 11 адам түсіндірме жазған. Соның 10-ы дұрыс, біреуі ғана қате. Ибн Абил Айз деген. Фиқта Ханафи мазхабын ұстанған, бірақ Ханафи мазхабы бойынша ол адамның сөзі алынбайды, өйткені ақидадан қателеседі. Міне, осы Тахауи ақидасын бұрмалап, олар таухидты осы кітапта бұрмаланған түрде үшке бөлінеді деп Алла тағалаға мекен берген. Осы нәрселерден мұқият болайық, құрметті ағайын. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні сәләфилердің негізгі айырмашылықтары.
көп, бірақ негізгі біз осы нәрселерге бастапқы кезде осыған мән беруіміз керек. Аллаға мекен берудің қателігі, екінші муташабих аяттардың тікелей тілдік мағынасын берудің қателігі, үшінші таухидты үшке бөлудің қателігі. Салафизм, вахабизм идеологиясының былайша айтқан кезде үш негізі. Алла Тағала баршаларымыздан разы болсын, иншалла. Осы айтылғандарға амал етушілердің қатарынан болуды нәсіп етсін.